Каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып саламыз. Және оның үстінен қантымызды салып, миксермен жақсылап көпіргенше араластырып аламыз. Қантымыз жақсылап еру қажет. Сүтімізді құямыз. Сүттің орнына сливки қолдансаңыз да болады. Араластырып, одан кейін сұйық майымызды құямыз. Тағы да араластырамыз миксермен. Осыдан кейін миксерімізді қоя салсақ та болады. Келесі бізде манная крупа, оны електен жақсылап өткізіп қосатын боламыз. Барлығын електен өткізіп осылай. Електен өткізіп, міндетті түрде електен өтуі қажет, және де келесінде уже венчикпен қозғайсыздар. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызға разрыхлителімізді саламыз. Және де ванилинімізді қосып араластырып аламыз. Аз-аздан електен өткізіп отырып қосатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыз, себебі көтерілген кезде жақсы көтеріліп шығуы үшін ұнның да массасы әртүрлі болады. Осы жерде астынан үстіне қарай араластырамыз. Венчикпен араластырған өте ыңғайлы, немесе силиконды күрекшемен араластырсаңыз да болады. Осындай консистенцияда болады. Формамызды дайындаймыз. Пергаментный бумаганы осындай поклан деген түрін қолдандым. Өте ыңғайлы, және шеттерін маймен майлап аламыз. Сары маймен майласаңыз да болады, немесе сұйық маймен майласаңыз да болады. Қамырымызды толықтай құйып дайындап, алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіретін боламыз. Духовкаға салғаннан кейін ары қарай бетіне құятын карамельді дайындаймыз. Қантты саламыз сковородкада, ерігенше осылай қозғап тұрамыз. Өзі ери бастайды жаймендеп, қозғауды тоқтатпаймыз. Осындай қызғылт түске, қоңырқай түске ене бастайды. Өзі еріп, ағып бастайды. Сол кезде қозғауды тоқтатпайсыздар, араластыра бересіздер. Сол кезде шамалы су құямыз, тағы да араластыра береміз. Суды аз-аз мөлшерден қосып отырып, қозғай береміз. Қоңырқай түске ене береді. Осылай процесті жалғастырамыз. Ішіне түйір-түйірлерін басып жібереміз. Әдемі қоймалжың осындай карамель пайда болады. Сол кезде оттан сөндіріп, бөлек ыдысқа құйып алатын боламыз. Міне біздің карамельдеріміз уже дайын болып қалды. Осындай пузырьоктар шыққан кезде бірден өшіріп, кесеге құйып дайындап аламыз. Осындай консистенцияда шығады. Біздің пирогтарымыз пісті. Духовкада 5 минут ұстаймыз. Содан кейін алып сөндірдік. Ағаш шпажкамен тексергенде осылай құрғақ шығуы қажет. Формадан алғанда абайлаңыздар. Мен осы жерде кішкене бөлігін сындырып алдым. Келесі карамелімізді бетіне құямыз толықтай, және де барлық жеріне жағып шығамыз. Сіздер қалауыңызша бетіне ақ шоколад немесе сахарный пудра сепсеңіздер болады. Мен сгущенканы қолдандым. Сіздер де солай сгущенканы қолдансаңыздар болады. Бетінде осындай жолақтар пайда болу үшін
кішкене мешокқа құйып сгущенкамызды осылай жүргізіп шығамыз толықтай. Ағаш шпажкамен осылай өрнектер салсаңыздар да болады. Осымен міне біздің пирогтарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Пирогтарымыз өте дәмді болып шықты. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған қымбат.